Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр, үш түрлі адамды күнә жасамаса да ол Аллах тағала жек көреді деген. Бұғып деген жек көру, яғни былай айтқанда жек көру деп айта берейік, жақтырмайды. Аллах тағала ешқандай күнә жасамаса да үш түрлі адамды жақтыртпайды дейді. Біріншісі әл-әкул дейді. Әкул дегеніміз абжор дейміз ғой, мезгілсіз тамақ ше беретін адам, орынсыз тамақ ше беретін адам. Ол бахил, былай қарап отырсаңыз, ол өзіне ғана зиян беріп жатыр, басқа ешкімге зиян беріп жатқан жоқ, тамақты төпеп ұрып жатқанына. Өзіне ғана зиян ғой, басқа ешкімге зиян беріп жатқан. Екіншісі бахил дейді, сараң. Алла берген дүнияны мен өзім білем деп ешкімге бермей, ешкімге зиян тиіп жатқан жоқ әйтеуір, бірақ сараңдық қылып жатыр. Үшіншісі әл-мутакаббир дейді, тәкаппар адам. Ешкімге қолмен, тілмен зиян тимесе де, бірақ өзін жоғары санап тәкаппарлық қылған болса, ешкімге былай зиян бермей күнә жасамаса да, сол осы сипаттар үшін Аллах тағала оларды не жаратпайды дейді, жек көреді.